Пәк шежіре. Ибрахим пайғамбар ұстанған дін ханифтік деп аталады. Аты мұсылманшылық болмағанмен, заты исламға сай, яки Алланың қалаған ақ жол еді. Пайғамбарлардың әкесі саналатын Ибрахим пайғамбардың Ысқақ және Исмайыл атты екі ұлы бар еді. Ол Алланың құдіретімен Ысқақтың ұрпақтары арасынан бірнеше пайғамбар шығатынын алдын ала сезіп білгенді. Алайда сүйікті жары Ажардан туған Исмайылдың нәсілінен пайғамбар шығып шықпауы беймәлім еді. Ақыр заманда соңғы пайғамбардың келетіндігінен хабардар Әзірет Ибрахим, оның жанындай жақсы көретін ұлы Исмайылдың ұрпағынан тарағанын шын көңілімен қалайтын. Адам ата тарапынан іргетасы қаланған жер бетіндегі тұңғыш құрылыс Қағба да ұзақ жылдар әсерінен әбден ескіріп құлауға айналған еді. Алла тағала Әзірет Ибрахимге осы қасиетті ғимаратты қайта қалпына келтіруді бұйырады. Ол әмірді естер есітпес Ибрахим пайғамбар Исмайылмен бірге құрылыс жұмыстарына білек сыбана кірісіп кетеді. Қағбаның құрылысы аяқталған соң, әке мен бала қол жайып былайша Аллаға жалбарынады. Уа Раббымыз, екеумізді бір өзіңе ғана мойын сұнатын мұсылман еткейсің. Нәсілімізден де бір өзіңе ғана мойын сұнатын мұсылман үмбет шығарғайсың. Хәм бізге құлшылық рәсімдерімізді көрсетіп, тәубелерімізді қабыл еткейсің. Шүбәсіз, сен шынайы тәубелердің барлығын қабыл етушісің. Хәм ерекше мейірімдісің. Уа Раббымыз, оларға өз араларынан өзіңнің аяттарыңды оқып, ашып түсіндіретін, кітап пен хикметті үйрететін, және оларды арылтып тазартатын елші жібергейсің. Шүбәсіз, сен ұлысың, бәрінен үстемсің, хәм асқан даналық иесісің. Бақара сүресі 128-129 аяттар. Хақ тағала шын ықыласпен оқылған бұл дұғаны жауапсыз қалдырған жоқ. Арадан жүздеген жыл өткенде Әзіреті Исмайылдың ұрпағы Мұхаммед, Аллахтың оған игілігімен сәлемі болсын, соңғы пайғамбар Хатамул Әнбия атанды. Бүкіл болмыстың сұлтаны саналатын Мұхаммед пайғамбар, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, мен арғы бабам Ибрахимнің дұғасымын дегенде жоғарыда аталған оқиғаны меңзейді. Әзірет Исмайыл өбірлі-шүбірлі болды. Оның немере шөберелерінен тараған тайпалар Араб түбегінің шар тарабына жайылды. Олардың арасында Аднан ұлдары, одан Мудар ұлдары. Оның ішінде Құрайш тайпасының Хашим руы өзгелерінен ерекшеленіп, биік мәртебе, жоғары құрметке ие болды. Бұл жөнінде де пайғамбардың өз айтқаны бар. Алла тағала Әзірет Ибрахимнің балалары арасынан Бәни Хашимді, олардың ішінен мені таңдаған. Мұхаммед пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, ата-бабалары жайында толық мәлімет жоқ. Уақыт тұрғысынан ең жақын саналатындары жөніндегі мағлұматтар ғана бізге жеткен. Қолдағы барға қанағат етіп, солар туралы әңгімелеуді жөн көрдік. Құсай, пайғамбардың үлкен атасы. Құсай шын аты Зәйд, өз заманының айтулы тұлғаларының бірі. Құсайдың Зухра есімді жалғыз інісі болған. Жасы үлкен болғандықтан, әулетті басқаруға да сол лайық деп табылады. Бала жасынан басқалардан артық қабілетімен ерекшеленетін Құсай, өсе келе Меккенің алдыңғы қатарлы адамдарының біріне айналады. Ұйымдастырғыш қабілеті, басшылықтағы ұстамдылығы, әділ үкімдері меккеліктердің назарынан тыс қалмайды. Халық оған үлкен сенім артып, Меккені басқаруды тапсырады. Мекке қаласын алғаш рет аудандарға бөліп, әрбір руды өз ауданына орналастырғанда сол. Меккенің маңызды мәселелері Құсайдың үйінде талқыланып, шешімдер сол жерде қабылданатын. Қағбаның күзеті, қажыларды ауыз сумен қамтамасыз ету, оларды күту, шайқасқа кірерде байрақ тігу және Мекке мәжілісіне жетекшілік жасау, тағы сол сияқты мәселелер оған аманат ретінде тапсырылады. Қағбаның қарсы алдында есігі Қағбаға қарайтын алғашқы үй Құсайға арнап тұрғызылған. Бұл үй Меккенің үкімет үйі. Түсініктірек айтсақ, ішінде Мекке қалалық мемлекетінің күллі мәселелері қаралатын парламент ғимарат еді. Құсайдың бұл отауы тарихта Дарун Надуа аталған. Хижреттен соң жарты ғасырға дейін сақталған. Мекке жұртшылығы Құсайға аса құрметпен, ізгі ілтипатпен қараған. Хашим.
Хашим пайғамбарымыздың үшінші атасы. Меккенің құрметті азаматтарының бірі Хашим сауда-саттықпен айналысқан. Мұхаммед пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келетін күні жақындағандықтан аманат нұр оның маңдайында ерекше көрінген. Хашим жан-жақты қабілетті, байсалды, жігерлі, кең пейілді, жомарт әрі баршаның сүйіспеншілігіне ие болған. Оның есімімен әулеті Қалаберді руы аталған. Пайғамбарымызда содан тарайтын биік мәртебелі бұл ру кейінде осы құрметті Хашимилер атауын сақтап қалған. Хашимнен 4 ұл туған: Шайба, яғни Әбдімүтәліп, Әсет, Әбу Сайфи және Надла. Хашимнің ұрпағы Шайба мен Әсеттен тарайды. Шайба ардақты пайғамбарымыздың екінші атасы. Әсеттен туған Хунейннен перзент болмай, Хашимилер шежіресі Әбділмүтәліптен тараған ұрпақтармен жалғасын тапқан. Шайба, яғни Әбділмүтәліп, дүниеге келгенде ақ шашты болғандықтан, оны Шайба, ақ шашты деп атаған. Әбділмүтәліп лақап аты, осы лақаппен танылған. Бұл лақапқа қалай ие болғаны жөнінде мынандай әңгіме бар. Шайба бала кезінде Мединадағы нағашыларына жиі баратын. Бір күні көрші балалармен бірге ол Мәдинаның орталық алаңдарының бірінде оқ атып жарысатын ойынға барады. Әп сәтте балалар ойынын тамашалаған үлкендер де әлгі жерге жиналып қалады. Көп баланың ішінен маңдайы жарқыраған Шайба жұрттың назарын еріксіз өзіне аударады. Ату кезегі өзіне келгенде Шайба асықпай садағын оқтап, өзіне деген асқан сенімділікпен садағын керіп кеп қалады. Оқ нысанаға дәл тиеді. Жиналған жұрт таң қалыса, сүйсіне қараған сәтте Шайба: «Мен Хашимимін, Бетха бегінің ұлымын. Нысананы көздей алмасам, атамның атына кір келтірген болар ем» дейді. Оның айтқандарын жиналғандардың бәрі естиді. Әбдіманап ұлдарының бірі Шайбаға жақын барып, Хашимнің ұлы екенін нақтылап сұрап біледі. Меккеге оралған соң, әлгі адам болған жайтты әкесінің бауыры Мүтәліпке баяндап береді. Осыншалықты қабілетті, ақылды баланың бөтен елде жүргендігін қаламайтынын да сөз арасында айтып қалады. Мүтәліп мұны ести сала Мәдинаға жол тартады да Шайбаны алып қайта оралады. Меккеге кірген сәтте-ақ Мүтәліптің жетегіндегі балаға көзі түсіп, бұл кімнің баласы деп сұрағандар көп болады. Көз тиер деп қорыққан Мүтәліп еш ойланбастан бұл менің құлым деп қалай айтқанын өзі де байқамай қалады. Тіпті әйеліне де осылай жауап береді. Ертесіне аға салып берген қымбат киімдерді киіп далаға шыққан балаға көңіл аудармаған жан қалмайды. Барша жұрт оның кім екенін, қайдан келгенін таңырқай сұрайды. Білетіндер Әбділмүтәліп, яғни Мүтәліптің құлы деп. Ғабды араб тілінде құл дегенді білдіреді. Солай жауап береді. Кім екендігі кейінірек белгілі болғанмен, сол күннен бастап Шайба Әбділмүтәліп аталып кетеді. Әбділмүтәліптің түсі. Арадан ұзақ жылдар өтті. Әбділмүтәліп Құрайш тайпасының басшысы болып тағайындалады. Жаздың аптап күндерінің бірінде Қағба маңындағы Хижр деген жерде көлеңкеде демалып жатып көзі ілініп кетіп түс көреді. Түсінде бір адам оған: «Тұр жылдам, Таибаны қаз» деп бұйырады. Таиба не деп сұрап үлгергенше әлгі адам ғайып болады. Оянған соң Әбділмүтәліп түсін неге жорырын білмей дал болады. Таибасы несі екен? Оны қазу керек деген несі деген секілді сан сұраудың шырмауында қалады. Ертесіне тағы да сол жерде көз шырымын алмақ болады. Сол-ақ екен, түсіндегі кешегі кісі: «Тұр, Бәррені қаз» деп мазалайды. Бәрре не деген сауал тағы да жауапсыз қалады. Үшінші күні дәл сол жерде жатып, сол түсті қайта көреді. Бұл жолы аян беруші: «Тұр, Мәднуені қаз» дейді де жоқ боп кетеді. Әбділмүтәліп 3 күн қатарынан көрген түсінің астарындағы сырды шеше алмай әбден басы қатады. Өз ойымен әуре боп 4-ші күні сол жерге тағы да жантая кетеді. Бұл жолы түсінде аян беруші Зәмзәмді қаз деп бұйырады. «Зәмзәм дегеніңіз не?» «Ол қайда?» деп бастырмалата жөнелген Әбдімүтәліп мынандай жауап естеді: «Зәмзәм еш бітпейтін, азаймайтын түпсіз терең тұнық құдық. Қажылардың су мұқтаждығын сонымен өтерсің. Оның көзі Қағбада құрбандыққа шалынған малдардың қаны төгілген жер мен терілері көмілген жердің арасында. Сол екі араны ден қойып қадағала.
Күндердің күнінде ала қанатты бір қарға сол жерді шұқығанын көрерсің. Сол маңда құмырсқа илеуі де бар. Әбділмүтәліп үлкен бір іс тындырғандай боп оянады. Қуанышы қойнына сыймайды. Зәмзәм құдығы жөніндегі бір талай әңгімені бұрында көп естіген. Бірақ оның орнын нақты білетін ешкім болмаған соң, сол күйі ұмытыла бастағанды. Ертеректе Меккені жау шапқанда жергілікті халық Қағбаның бар байлығын Зәмзәм құдығына тастай қашқан. Сол заманнан бері Зәмзәмнің аты бар да заты жоқ боп қалған екен. Әбділмүтәліп Зәмзәмнің көзін тауып ашу міндеті өзіне жүктелгенін іштей түйсінгенді. Уақыт оздырып жатпастан белгі берілген жерге келді. Дәл сол сәтте ала қанатты қарғаның көктен құлдилай келіп қонғанын, тұмсығымен бір жерді шұқып, қайта ұшып кеткенін көреді. Ұзақ жылдар бойы құпия боп, ұмтылған тіршілік көзін тауып, көпшілік қажетіне ұсыну бақытына ие болған Әбділмүтәліп балаша қуанады. Құдықты қайта қазуға асыққанмен, бір Алладан басқа өзіне ғана мәлім құпияны жан баласына сездіргісі келмейді. Ертесіне жан дегенде жалғыз ұлы Харисті қасына ертіп, белгіленген жерге баратты қаза бастайды. Біраз қазған соң дөңгелек пішінді құдықтың аузы тастан өрілген қабырғасы көріне бастайды. Әбділмүтәліп өз көзіне өзі сенбейді. Әбділмүтәліптің әрбір қимылын көзден таса қылмай бақылаумен болған Құрайыштықтар әу баста аса мән бермегенмен жеме-жемге келгенде қарап қала алмай ақсақалдарына хабар бергізеді. Құрайыштың үлкендері құдық қазылып жатқан жерге келіп, «Әй, Әбділмүтәліп, бұл біздің атамыз Исмайылдың құдығы. Мұнда біздің де үлесіміз бар. Бұл іске біз де ортақ болайық, жұмыла көтерейік» дейді. Әбділмүтәліп, «Бұл шаруаға ешкімді де араластырмаймын. Өйткені бұл міндет тікелей өзіме жүктелді» деп келіспейді. Әрине оның бұл жауабы Құрайыш ақсақалдарына ұнамайды. Араларынан Әди ибн Науфал суырылып шығып, «Сен кіміңе сеніп бізбен салғыласасың? Жалғыз ұлыңнан басқа тігерге тұяғың жоқ екенін ұмыттың ба?» дейді. Оның сөздеріне ызаланған Әбділмүтәліп, «Сен немене, менің жалғыздығымды бетіме басқың келе ме?» деп ашуға булығып бір сәтке үнсіз қалады да, көкке алақанын жайып, «Уа құдіреті күшті Аллам, мені жарылқап 10 ұл берер болсаң, біреуін дәл осы Қағбаның жанында сенің жолыңа құрбан етерем, антым осы» деп айтып салады. Уақиға мұнымен бітпесі айтпасы да түсініктеді. Жағдайлар шиеленісе түсті. Ел ішін алауыздық жайлады. Әбділмүтәліп құдық қазуды уақытша доғарып, мәселені шешуді хакімге тапсыруға ұсыныс жасайды. Оның бұл ұсынысы қабыл болып, Шамда тұратын Сағд ибн Хузейм есімді хакім таңдалады. Қасында әкесімен туыс ағаларын ертіп, бір топ Құрайыштықтармен бірге Әбділмүтәліп Шамды бетке алып жолға шығады. Жолдың ортасына келгенде бұлардың ауыз суы таусылып, аптап сахарада үлкен қиындыққа ұшырайды. Шетсіз, шексіз шөл далада су іздеу сағымның соңынан жүгіргенмен бірдей екенін білетін Әбділмүтәліп және оның ағайындары Құрайыштықтардан жәрдем сұрауға мәжбүр болады. «Суымыз өзімізге ғана жетеді» деген қатал жауаптан соң бұлар тіпті сасады. Әбділмүтәліп ұшы қиырсыз шөлде тұрғандықтарына қарамастан су іздемекке белім бекем буады. Ішкі жан айқайы іздесең табасың дейтіндей болатта тұрады. Сол сезімнің жетегіне еріп байыз таппаған ол түйесінің жатқан жеріне келеді. Түйесін әйчулеп тұрғызған сәтте өз көзіне өзі сенбейді. Жануардың аяғының түбінен жылт-жылт еткен суды көреді. Қуаныштары қойнына сыймаған олар аяқ астынан қауқылдасып мәз болады. Әбділмүтәліп су көзін қылышының ұшымен кеңейтіп ашқан сайын су молая түседі. Бір жұтым суды қимаған Құрайыштықтар да бұл уақиғаға таң қалысады. Әбділмүтәліп пен оның жолдастары мөп-мөлдір судан айыздары қанғанша ішіп, жануарларында суарып мәре-сәре болады. Сонан соң Құрайыштықтарға қарап, «Келіңдер, сендердікі не тұрыс? Жаратқан бізге су берді, қанып ішіңдер, көліктеріңді суарыңдар» деп айқайлайды. Құрайыштықтар аң-таң болып, қысыла қымсына жақындап, суық судан рахаттанып ішіп, түйелерін суарып, ыдыстарындағы ескі суларын төгіп, жаңалап алады. Мұнан соң өз қателерін түсінген олар әп-сәтте өзгеріп сала береді. «Әй, Әбділмүтәліп, саған тағар кінәміз, артар айыбымыз жоқ.
Мұнан бұлай зәмзәмді қазуға тек сен лайықсың. Еш таласымыз жоқ. Хакімге де бармай-ақ қояйық дейді олар өкінген кейіппен. Сөйтіп олар хакімге бармастан жарты жолдан Меккеге қайтып оралады. Меккеге келген соң Әбділмүтәліп ұлы Хариспен бірге зәмзәмді қазып, аз ғана уақыт ішінде халықтың қызметіне сұнады. Ол кезде Әбділмүтәліп нағыз қамал алар шағында. Арада зулап 30 жыл өте шығады. Алланың құдіретімен Әбділмүтәліптің ұлдарының саны 10-ға жетеді. Қартайған Әбділмүтәліптің ойына мұнан көп жыл бұрын Аллаға берген ант оралады. Серті бойынша ұлдарының бірін Қағбада құрбандыққа шалуы ләзімді. Ұлдарының қай-қайсысы да ақылына көркі сай, бірі-бірінен өткен айбарлы да ажарлы боп өсіп келе жатады. Әсіресе 10 ұлдың 8-шісі Абдулла ерекшеді. Тән сұлулығында да, жан сұлулығында да басқа бауырларынан өзгешелігімен менмұндалайтын. Өйткені дүниеге келген сәтінде әкесінің маңдайындағы аманат нұр соның маңдайына көшкен болатын. Осы нұр бет-әлпетін ерекше ажарландырып, сүйкімдете түсетін. Алайда ешкім бұл әдеміліктің сырын білмейтін. Әбділмүтәліптің ұлдарымен арасында болған әңгіме. Әбділмүтәліптің ұлдары зіңгіттей жігіт болып ер жетеді. Аллаға берген антына адал болуды көксеген әке балаларының басын қосып, өткен өмірінен сыр шертеді. Қиында болса, бауыр етіндей баласының біреуін құрбан ету қажеттігін баяндайды. Тәрбиелі ұлдардың ешбірі әкелеріне қарсы келместен мәселенің мән-жайына қаныққан соң бұл іске разы болады. Кімді құрбан ету жайын қалай шешеміз? Не істеу керек деп сұрайды балалары. Әбділмүтәліп көп ойланбастан, әрқайсың бірер оқтарыңның үстіне аттарыңды жазып маған беріңдер деді. Ұлдар әке сөзін екетпестен оқшантайларынан бір-бір оқ суырып алып, үстіне есімдерін жазып әкелеріне ұстатады. Әбділмүтәліп оқтарды ала салысымен Қағбаны бетке алып жүріп кетеді. Әбділмүтәліп Қағбаның қасына барғанша айналасына қалың көпшілік жиналып үлгереді. Жұрттың көзінен көкейіндегі ойды, таң қалысты байқамау мүмкін емес еді. Аллаға берген сөзінде тұру үшін Әбділмүтәліп ойланып жатпастан оқтарды жеребе тастаушыға ұсынды. Әрбір оқта 10 ұлының әрбіреуінің есімі жазулы. Жеребені тастаушы қай оқты суырып алса да, Әбділмүтәліптің ет жүрегі езілері шындық еді. Өз қолыңмен өз балаңды құрбан ету дүниедегі ең ауыр сезім, ең қиын іс болса керекті. Қызметкер бір оқты суырып алады. Даусы жарықшақтана Абдулла деді. Мейірімді әке өз құлағына өзі сенгісі келмеді. Оқты жеребешінің қолынан көз ілеспес жылдамдықпен суырып алып, мұқият жазуды оқып шықты. Абдулла. Көзі жасаурап, даусы дірілдеді. Ішін аласапыран бір сезім кернеді сол сәтте. Жоқ, мүмкін емес деп айқайлап жібере жаздады. Алайда тез бойын тіктеп, Аллаға берген сертін есін алып, жігерін жанып, мейірімін табандылығына жеңдірді. Ұлына қарап, ұлым Абдулла, Алла өзінің жолына құрбан етуге сені таңдады. Кез келгенге бұйыра бермейтін осындай құрметке 9 бауырыңның ішінен сені лайық көрді деді. Жиналғанды көпшілікте сапырлысып, дабырласып кетті. Қалайша Абдулла, қалай ғана көз қиып құрбан етілмекші? Әбділмүтәліп ет жүрегі езіліп тұрса да, ішін өртеген алай-дүлей сезімді тежей білді. Жанындай жақсы көретін ұлы Абдулланың қолынан ұстап, жеңін түрді. Абдулла еш қарсылық көрсетпестен айналасына қайраттана қарады. Сол сәтте ол құдды ұлы бабасы Әзіреті Исмайылдың тағдырға шын мойын сұнғандық қасиетін паш етіп тұрғандай еді. Ибрахим пайғамбардың баласы Исмайылды құрбандыққа шалмақ болғанда, шешуші мезетте көктен Алла тарапынан құрбандық қошқардың түсірілуі сәтіндегі жүзінен титтейде қарсылық, наразылық сезілмеді. Әбділмүтәліп бір қолымен жалт-жұлт еткен өткір пышақты, екінші қолымен баласының білегін ұстап тұрды. Құрбандық дайындығы бітті. Сол мезетте көпшілік арасынан айбарлы дауыс естілді. Құрайыштың ел басқарған тектілер келіп жеткенді. «Әй, Әбділмүтәліп, не істемек ойың бар?» деді біреуі. Әбділмүтәліп нұр жүзді ұлына көзін қадай тұрып, «Ұлымды жаратқанның жолына құрбандыққа шаламын» деді. Жиналған жұрт тағы да жан-жақтан дабырлай сөйлеп кетті. «Әй, Әбділмүтәліп, мұның не?
Сен Меккенің басшыларының бірісің. Сен бұлай етсең, ертеңгі күні жұрттың бәрі сенің істегеніңді қайталайды ғой. Әркім баласын құрбан ете берсе, ұрпағымыз қалай өсіп өнбек? Мұны ойландың ба? Наразылық, кейіс білдіргендер ұзақ шулап, тынышталмай қойды. Жиналғандардың бәрі Әбділмүтәліптің әрекетіне қарсылық білдірді. Әбділмүтәліптің ішкі сезімдері де бұл амалына нараз еді. Тек табандылығы, алған бетінен қайтпайтын қайсарлығы, сөзіндегі тұрақтылығы оны жақтай түсті. Жаратқан Аллаға ант еткендіктен, орны орындаудан басқа шарасы жоқ еді. Өйткені Тәңір оның тілегін қабыл етіп, 10 ұлды болғанды. Солардың біреуін Алла жолына құрбан қылмаса, жақсылыққа қанағат етпеген боп шығар еді. Осылайша жұрт абдырап тұрғанда, ортаға Абдулланың нағашы ағасы Абдулла ибн Мұғира шықты. «Әй, Әбділмүтәліп», деді ол гүрілдеген даусымен. «Жаратқаннан ерекше жарлық келмеген болса, құрбан ете алмайсың оны. Баланы аман алып қалу үшін бар мүлкімізді беруге әзірміз». Әбділмүтәліптің де әкелік мейірімі тілге келгендей, Мұғираның ойымен келіскендей сыңай танытты. Сонда да болса, қайсарлығы алған бетінен қайтпауға шақырып бақты. Құрайыштықтармен қалған 9 ұлы Әбділмүтәліпке әбден жалбарынса да, оны көндіре алмаған соң, мынадай бір ұсыныс айтылды. «Ей, Әбділмүтәліп, олай болса, Абдулланы алып Шамға бар. Сонда бір білгір әйел бар. Соған жолық, басына қиындық туған жұрт ат арытып шартараптан әлгі әйелге баратын. Соның кеңесін тыңдап, қауіп-қатерден құтылатын көрінеді. Саған да сол көмектесер», дейді. Әбділмүтәліп бұл айтылғанды құп-алады. Абдулланы ертіп Шамға сапар шегеді. Мәдинаға келгенде бұл білгір әйелдің Хайбарда екенін естиді де, солай қарай жол тартады. Арафа есімді білгірмен кездесіп, бар болған жағдайды бүге-шүгесіне дейін ақтарып, одан жәрдем сұрайды. Әйел Әбділмүтәліптен, сендердің дәстүрлерің бойынша бір адамның құны неге тең деп сұрайды. 10 түйеге, дейді Әбділмүтәліп. Олай болса, еліңе барып 10 түйе дайында. Сол түйені айдап, ұлыңды жаныңа ертіп жеребе тартқан алаңға қайтып барыңдар. Жануарлармен ұлыңның екі арасында тұрып, тағы да оқтармен жеребе тартыңдар. Жеребе балаңа шықса, қашан түйелерге түскенге дейін қайта-қайта тастай бер. Балаға шыққан сайын түйелердің санын 10-ға арттырып отыр. Ақыры түйелерге түскен кезде оларды сол жерде бауыздап құрбан етіңдер. Осылайша әрі Раббыңның ырзалығын аларсың, әрі балаңды құтқарып қаларсың. Бұл білгір әйелдің ақылына разы болған Әбділмүтәліптің қуанышында шек болмайды. Уақыт оздырмай Меккеге оралады. Әбділмүтәліптің отбасы да, Мекке халқы да бұл сүйіншілі хабарға қатты қуанады. Ертеңіне Әбділмүтәліп Абдулласын ертіп, 10 түйесін алдына салып Қағбаға келеді. Әйелдің айтқанын бұлжытпай орындайды. Әбділмүтәліп жеребе тастаушыға «ал баста» деп бұйырады. Жеребе Абдуллаға шығады. Түйе саны 20-ға жетеді. Тағы да тастағанда құрбандық түйелер 30-ға шығады. Келесісінде одан кейінде тағы да 4 рет Абдуллаға түседі. Әбділмүтәліп сасқалақтап, әбден абыржиды. Жеребе тасталған сайын қолын көкке созып бата қылумен, дұға етіп жалбарынумен болады. Ақыры түйелердің саны 100-ге жеткенде барып, жеребе түйелерге шығады. Жиналған жұрт қуаныштан жылап та жібереді. Әсіресе әкенің қуанышы ерекше еді. Бірақ сонда да сенімді болу үшін, Алланың алдындағы адалдығын сақтап қалу үшін, байсалды қалпынан танбастан 3 рет тағы да тастайық. Сеніміміз нақты болсын, ішімізде күмән қалмасын, дейді. Жеребе 3 рет қайта тасталады. Шөуінде де халықтың қуана айғайлағаны естіледі. Әбділмүтәліпті «Уа құдірет» деп дауыстап, тізесін бүгіп дұға етеді. Сөйтіп, Абдулла құрбандықтан құтқарылады. Сүйікті ұлы үшін барын беруге әзір әке 100 түйені Сафа мен Мәруа төбелері арасында айдап апарып құрбан етуге бұйырады. Бұйрық сол сәтте орындалады. Сол күннен бастап бір адамның құны Құрайыштар мен арабтар арасында 100 түйе болып белгіленеді. Кейіннен Мұхаммед пайғамбар, Аллахтың оған игілігі мен сәлемі болсын, бұған қарсы келмеген.